Арақ ішіп жұмысқа бармай қалады. Мен болсам үйден айырыламыз, банк тартып алады деп зарлаймын. Қойдым дейді, қайта ішіп алады. Жағажайда бір-екі үй бар, сонда барып жиналып ішеді. 8 март күні болатын, балам үйге келмеді. Қолыма сусынның бөтелкесіне бензин құйып алдым. Сол жағажайдағы үйге бардым. Ішіне кірсем, менің балам жаман диванның үстінде ұйықтап жатыр екен. Удай мас. Осы үйді өртеп жіберсем қайда барып арақ ішеді екенсің деп жылап еңіреп тұрып, қолымдағы бензинді үйге шаштың дейді. Күн әлі суық кезі, от жанып тұр екен. Содан түскен шоқтан от лап етеді. Аузы алақ-салақ пеш. Алқыштар тұратын үйде қандай дені түзу пеш болсын. Мен далаға жүгіріп шықтым. Менің артымнан тағы біреу ғана шықты. Үйдің иесі мен баламды оятамын деп жүгіріп ішіне қайтып кірді. Терезелерді сындырдық, ішінде темір бар екен. Бар жоғы 20-25 минуттың ішінде ағаш үй жанып ортаға түсті. Екі бірдей бала көз алдында жанып кетті деп жылай бердім. Үлкен жерде жұмыс істейтін балам адвокатты жалдап таныс тамырларды салып жүріп, 15 жыл беріп отырған жерінен өлген баланың туыстарына ақшасын беріп, тек біреудің үйін өртеген деген статьямен 6 жыл алып отыр екен. Жанына келіп кішкене әңгіме айтсан, осы оқиғаны айта береді. 5 уақыт намазын оқиды. Кейде әп-әйбат сөйлеп қалады. Кейде сол өрт жайлы айта береді. Кейде зар еңіреп жылап жүреді. Екі баланың бірдей күнәсін қалай көтеремін деп. Қой жылама сәуле деп қойғаннан басқа қолдан келер шара жоқ. Қолдан келсе де таныс арқылы заңды бұра алатынымыз көрініп тұр. Заң бір бөлек, ақиқат бір бөлек өмір сүріп жатқан уақыт қой. 190 мен сотталғандардың тек ақша апарып беріп отырғандар. Оны өкіметте жақсы біледі. Ақша жинап алып отырған қолтырауындар жұмсақ орындарынан қозғалмай отыр. Олар ештеңеден қорықпайды, Құдайдан да қорықпайды. Себебі көзін қысты, бармақ басты қолдарында. Ника деген қызға тоқталып кетейін. Бұл өмірде ұлы болып келген өзбек қызы екен. Шымкенттік шоу-бизнесте жүріп үлкен ақша жинап алып өзіне ота жасатқан екен. Заманын желген уақытта ер баланы әйел етіп ота жасаған. Түрмеге қамаған кезде қай жаққа отырғызатынын білмеген. Себебі паспортында еркектің аты шешіндіріп көрсе әйел. Содан жалғыз документін жасап әйелдерге қосады. Бұл бір байдан ақша алу үшін шантаж жасаған. Сол үшін 6 жылға сотталған. Жауаштыда отырған кезде бұны шақырып бір бөлмеге апарады. КНБ-да жұмыс жасайтын адам зорлайды. Бұл болса босап келген соң адвокат шақырып, прокурор шақырып, КТК-ны шақырыңдар деп шатырға шығып алып, шақырмасындар құлап өлемін деп. Содан атақты адвокат Айман Омарованы шақырады. Ол келіп үлкен дау басталады. Жауаштыдан қайта түрмеге барады. Сол жерден тергеу жүреді. Бұл жердің бастығын орнынан алады. КНБ-ның адамын 6 жылға соттайды. Ника қайтып Жауаштыға келеді. 10 жерден әйел дегенімен жанары көз қарасы еркектікі. Шомылғанда көрсен денесі де еркектердікі сияқты. Ұстап та көрсен де денесі транс еркек екені білініп тұрады. Алла, мұнда өз көзіммен көрдім. Ұлы сөздің ұяты жоқ дегендей бірде Никаның шомылып жатқанда ота жасаған жерлерінде көрсетші дедім. Ол маған көрсетті. Әйел жынысынан еш айырмашылығы жоқ. Алладан кешірім сұрағаннан басқа қолдан не келеді? Осының бәрін көрсін деп осы жерге айдап келді ма деп те ойлаймын. Аля деген әйел туралы сөз етейін. Ұйғырдың қызы, бір ауыз ұйғырша білмейді. Орысша оқыған, бұл да сустан келген, бізде прет болып жұмыс істейді. Әйтеуір әйелдердің үстінен қарайды. Бұл да адам өлтіріп келіп отыр. 9 жыл алса керек. 5 жылын отырып біткен. Ешкімге зияны жоқ, өзімен өзі кәрі шешесі ғана бар екен. Бала да тумаған әйел. Артық сөз жоқ, өсек аянмен жұмысы жоқ. Адамгершілігінде шегі жоқ. Үлкенді үлкендей, кішіні кішідей сыйлай біледі. Мен осы жердегі 3 ұйғыр қыздарды галочка деп қалжыңдап қоямын. Аляның кіші пейілдігінде шек жоқ. Оны көре алмайтын әйелдер өте көп.
Қашанда осы мінезіңнен айырылма әлі. Сен өзіңнің адамгершілігіңді сақтап қалған жансың. Мен үшін орның бөлек. Бұл саған ананың сүтімен келген мейірімділік бе деп ойлаймын. Сол түстіктің Камила деген қызы бұл бір еркекті ұрып 2 жыл 6 ай алып келіп отыр. Бір тал қызы бар, 13-те дейді. Ерте тұрып жұмысына кетеді, кешке келеді. Ешкіммен шаруасы жоқ. Қашан көрсенде кір қолын жуып, шайып жүреді. Кірпияз екені көрініп тұр. Орыс мінезді, салмақты. Ешкіммен қоян қолтық араласпайды. Саяқ жүреді. Елмен аман саулығы дұрыс. Ешкіммен қағысы соғысы жоқ. Жақында Дана деген жас келіншек келді. Дана мен түрмеде де бір камерада отырғанбыз. Түріне қарасын, көзі бақырайған, адам баласына жасаған қиянаты көрінбейді. Күйеуі 18 жыл, бұл 16 жыл алып келіп отыр. Несиелерін төлей алмаған соң бір түрік әйелін өлтірген деп газеттерге жарияланған екен. Телевизордан да айтылған екен. Келе сала жұмысқа кіріп кетті. Ешкімнің жынына тимесе өзімен өзі күліп ойнап жүре береді. Ал енді бір тисе үндемес, содан көтерілсе,